Биылда ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруда еш өзгеріс жоқ. Бұрынғыша мектеп бітірушілер 5 пәннен тестілеу сұрақтарына жауап береді. 5-шісі таңдаған пәні бойынша. Теміртаулық түлектер маусымның 3 күні ұлттық тестілеу тапсыратын болды. Қазір күні Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің аясындағы тестілеу орталығы даяр тұр. Жылдағыша тестілеу барысын бақылау күшейтіледі. Күшейтілгені былтырғыдай сол тексеріп кіргізеді, содан кейін шпаргалка қолдануға болмайды, телефоннан өшіріп қоятын аппараттар ол жерде қолданылған. Сол сиқатты күтіп отырады ғой ата-аналар, енді сол ата-аналарға ыңғайлы болу үшін актовый зал ашылады. Сол актовый залға телевизор орналастырады, прямая трансляция, емтихан өтіп жатқан жерден көріп отырасыз, өзіңіздің балаңызды қалай емтихан тапсырып жатқан деген сиқат. Биылғы оқу жылында Теміртау қаласы мен Ақтау кентінің мектептерін 876 түлек бітіріп шыққалы отыр. Солардың 450-і ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға өтініш берген. Мектеп бітірушілердің арасында 19-і алтын белгіге, 6-ы қызыл аттестатқа үміткерлер. Ең соңғы алдын ала тестілеу 28-ші мамырда болады. Тағы да сол университеттің базасында алдын ала өзіміз көрейік деп отырмыз. Барлық өтініш білдірген балалармен бірге алдын ала өтеміз, емтиханды көрейік, қалай болатынын. Айта кету қажет, соңғы жылдары Теміртаудың мектеп бітірушілерінің тестілеу сынақтарының нәтижесі жоғарылап келеді. Сондықтан теміртаулық ұстаздар қауымда биыл да шәкірттерінен көп үміт күтіп отыр. Сонымен мектеп бітірушілердің 11 жыл алған білімдерінің сынағы маусымның 3 күні белгілі болады. Оның барысын Астанадан білім министрлігінен келген 10 өкіл мен қаланың білім беру бөлімін бастаған комиссия мүшелері бақылайтын болады. Осы сынақта біз теміртаулық мектеп бітірушілерге сәттілік тілейміз.